Енді Ғасыр мырза, енді осы орайда бір заң сұрақ туындайды. Осы әлеуметтік желінің дәл қазіргі қазақы көзқарастағы қазақ қоғамдағы алатын орны орасан ақпараттық бағытта болсын, көңіл көтеру бағытында болсын, ал енді осы әлеуметтік желілердің қауіпсіздігі қаншалықты қорғалған және бұл енді уақытша тенденция деп жатырмыз ғой, барлығымыз уақыт өте келе өзінің заманның көшімен бірге бұл да сәннен шығып қалуы мүмкін. Енді осы орайда өзіңіздің пікіріңізбен бөлісіңізші, болжамыңыз қандай? Әлеуметтік желінің қауіпсіздігіне келетін болсақ, әрбір әлеуметтік желі компаниялары қауіпсіздікке аса қатты мән береді. Кибербуллинг болсын, немесе пароль жоғалтып алу, взлом жасау деген секілді бәрін қарастырады. Себебі, егер сіздің ақпаратыңыз таралып кетсе, сіздің көңіл күйіңіз түседі. Екінші жағынан ол компанияның акциялары түседі. Яғни ол акциясы құлдырайды, компания банкротқа ұшырайды деген сөз. Сондықтан олар басым назарда осы қауіпсіздік жағынан назар аударады. Бұл керісінше жағы қолданушылар өзінің кінәсінен кейде қолды болып жатады. Yani парольдарын жоғалтып алады, болмаса парольдарын біреуге оңай пароль қою мүмкін сол секілді. Сондықтан қауіпсіз жағынан келсек, бұл әрбір адамның кибергигиенасы ғой. Өзі күнделікті кіріп, қол жуатын секілді, әлеуметтік желіге кіріп, не салып жатырмын, не қарап жатырмын деген секілді, соның бәрін орындаса, қауіпсіздік мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Болашақта, мысалы, әлеуметтік желіде жасанды интеллект қосылады деп жатырмыз ғой. Осы жасанды интеллект қосылып, бағана айтып өттім, VR очкилер келеді. Яғни жақында осы Apple'ның Vision Pro деген очкилері шығады. Бұл да енді ол қандай мүмкіндікке ие, ол көзілдіріктер? Көзілдіріктер енді қазір бұл әлеуметтік желі соткада отырып, ондай тенденциядан бірден шығып кетуіміз қиындау. Болашақта сіз үйге келесіз, телевизорды қоспайсыз, очки киіп алып, әлеуметтік желіде отыра бересіз, көзіңізбен команда беріп, TikTokқа кірдім, өзіңіздің көзіңізбен, ымыңызбен айтып, әлеуметтік желіде отыра бересіз. Яғни ол да бір технологияның жетістігі деп ойлаймын. Дегенмен физикалық көзбен команда бересіз ғой. Мынаған кір деген секілді. Біздің физикалық қабілетімізді одан сайын төмендететін сияқты ғой, иә? Samsung деген бір телефон кезінде шықты ғой. Басыңды былай алсаң, пауза өзімен өзі басылып қалады. Көзді қарап отырады, кино көріп отырасың, көзіңді басқа жаққа алсаң, өзінен өз паузасы. Бастамасы шығар мүмкін.